Биыл қаладағы Дінмұхамед Қонаев атындағы жалпы орта мектебіде зорлық-зомбылықсыз отбасы акциясы аясында оқушылар арасында флешмоб ұйымдастырылды. Шараға Жетісай аудандық полиция бөлімінің жергілікті полиция қызметкерлері мен жастар ресурстық орталығы ұйытқы болды. Акцияның мақсаты көпшілік халықты әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықты ескертуге, алдын алуға, ана мен баланы қорғауға, қоғамдағы отбасының рөлін күшейту болып табылады. Шара барысында оқушылар флешмоб билеп психологиялық тренингке қатысты. Айта кетейік, сәуір айында аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жергілікті халықпен және жастармен бірнеше рет кездесіп, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы Қазақстан Республикасының заңы бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізген. Бүгінгі шара соның жалғасы іспеттес. Түркістан облысының полиция департаментінің нұсқауына сәйкес қазіргі уақытта Жетісай аудан бойынша зорлық-зомбылыққа жол жоқ деген акция өткізіліп жатыр. Соған орай номер 9 Дінмұхамед Қонаев мектептің атындағы мектепте 100 баламен психологиялық тренинг өткізілді. Оған қоса зорлық-зомбылыққа жол жоқ, бақытты отбасы, зорлық-зомбылықсыз балалық шақ деген флешмоб өткізілді.